Ресейдің Екатеринбург қаласында үлкен бокс кеші өтеді. Ал басты жекпе-жекте қазақстандық ауыр салмақта өнер көрсететін былғары қолғап шебері Иса Ақбербаев олимпиада чемпионы Евгений Тищенкомен жұдырықтасады. Қос спортшы да кәсіпқой бокс мансабында жеңіліс көрмеген. Иса бұған дейін 20 кездесу өткізіп, 15-ін нокаутпен аяқтаған. Ал ресейлік 5 рет рингке көтеріліп, 3-еуінде қарсыласын құлатқан. Өздеріңізге белгілі, Ақбербаев бір кездері Геннадий Головкиннің командасында жаттыққан болатын. Triple G-дің бірнеше кездесулерінің андеркартында жұдырықтасқан. Ал соңғы кездері қазақстандық Алматыға оралып, осында жаттығуларын жүргізді. Ал Тищенко бірінші ретте Рио Олимпиадасының финалында қазақстандық Василий Левитке ұтылғанымен, төрешілердің арам пиғылды шешімімен Олимпиада чемпионы атанып кеткендігімен бізге танымал. 10 раундқа жоспарланған кездесуде WBO-ның ауыр салмақтағы интерконтинентал белбеуі сарапқа салынады. Иса Екатеринбургке кеше келді. Алда ресми салмақ өлшеу рәсімі бар. Ол бүгін өтеді. Жанкүйерлер үшін бұл кездесу бірінші ретте екі жеңілмеген боксшылар теке-тіресі ретінде қызық. Оның үстіне екеуі де бойшаң, қолдары ұзын, соққының жөнін біледі. Қос тараптың бокс стильдері ұқсамайтындықтан бір-біріне ыңғайсыз қарсылас болатындығы да белгілі. Мұнымен қоса бұл жекпе-жекте сөзсіз фаворит мынау деп айту қиын. Өйткені Исада кәсіби бокстағы тәжірибе мол, ал қарсыласы тамаша әуесқой бокстағы мансабымен мақтаналады. Қазақстандықтың менеджерінің айтуынша, дәл қазіргі бабыда келісіп тұрған көрінеді. Менеджер Дмитрий Лучников былай дейді: бұл кездесуде қызығушылық сөзсіз жоғары. Исаның мотивациясы керемет, өйткені оған қарсы олимпиада чемпионы шығады. Оның үстіне кездесуге WBO интерконтинентал белбеуі қойылады. Бұл белбеуді еншілеген боксшы болашақта осы дивизионның үздіктерімен бокстасуға мүмкіндік ашады. Сондықтан бұл нағыз үлкен кездесу. Жеңгені элиталы боксшылар қатарына қосылады дейді. Исаға да керегі осы секілді. Біз жерлесімізге алдағы қиын сынақтан абыроймен шықсын деп тілейміз. Сондай-ақ алдағы жексенбі күні 27 жасар жартылай орта салмақтағы боксшымыз Шыңғысхан Тәжібай да рингке шығады. Ол ақш-тың Мэриленд штатындағы Оксан-Хилл қаласында өнер көрсетеді. Қарсыласы 30 жасар аргентиналық боксшы Николас Атилио Веласкес болмақ. Солақай деген лақап аты бар аргентиналық кәсіпқой рингте 11 кездесуде жеңіске жетіп, 6-ын ұтылған. Тәжібай үшін бұл кәсіпқой бокстағы 9-шы жекпе-жегі. Бұған дейінгі 8-дің бәрін ұтқан қазақ 3 жекпе-жегінде нокаутпен аяқтаған. Шыңғысхан соңғы рет 2018 жылдың 27 қазан күні ақш-тың Форт Вашингтон қаласында бокстасқан болатын. Ол кезде американдық Хуан Родригесті төрешілердің бірауыздан шешімімен ұтқан еді. Веласкеске келер болсақ, биыл бұл боксшы өте белсенді болды. 4 рет кездесу өткізіпті. Соңғы рет ол мамырдың 24 күні Майамиде бақ сынасып төрешілер шешімімен гондурастық Хосеку Руиске жол берді. Шыңғысханға тек сәттілік, елге жеңіспен оралсын деп тілеп қояйық. Батыр Жүкенбаев желтоқсан айында Канаданың Монреал қаласында рингке қайта оралады. Бұл туралы боксшыға жақын ақпарат көзі хабарлады. 28 жасар боксшымыз жаттығу лагерін қарашаның алғашқы күндерінде Мәскеуде бастайды. Батыр өзінің соңғы жекпе-жегін 26 қыркүйек күні өткізіп, төрешілердің бірауыздан шешімі бойынша экс-әлем чемпионы мексикалық Мигель Васкесті жеңген болатын. Осылайша ол вакантты WBA континентал және IBF интерконтинентал екінші деңгейлі белбеулерін ұтып алды. Осы жеңістің арқасында Жүкенбаев бокс-ректе әлемдік рейтингте 24 орыннан 19 сатыға көтерілді. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.